Гүржістаннан кейін Дубайда қатты жүгірілмейді. Қанша нешінші күн болды, өз-өзімді қинап жүгіріп жүрмін, бірақ Гүржістанда жеңіл жүгіргендей Дубайда олай емес. Ауа жетпей ма, кислород жетпей ма, әйтеуір бір себептері бар, 100 себеп дегендей. Сол менің артында Пенинсула тұрғын үй кешені. Бұл бизнес бейдағы жалғыз, бүгінгі күнге жалғыз комьюнити. Комьюнити дегеніміз ол жаңағыдай бірнеше үйлер салынған кезде оның инфраструктурасы ортақ болады. Арасындағы скверлері, кішігірім молы бар, өзінің спорт алаңдары, спорт кешендері барлығы осы тұрғындарға ортақ қолданыста болады. Мысалы, қалған үйлер бизнес бейдағы байқап тұрғаныңыздай өзі жеке-жеке салынған тұрғын үй кешендері. Ортақ жаңағыдай аудандағы комьюнити жоқ. Ал Select Group'тың Пенинсуласы дәл сондай комьюнити, бірден бір. Біріншіден. Екіншіден, бұл проект мен пандемия кезінде осы Дубайды зерттеп біліп жатқан кезде сатылған 20-21 жылы. Жаңағыдай төлеу кестесі бұл жерде 50-50 немесе 60-40, яғни толық сумасын сол 21-20 жылдары сатып алған адамдар толық сумасын әлі төлеп бітірген жоқ. Яғни әлі құрылысы аяқталмаған, құрылысы тапсырылған блоктар да бар, және құрылысы аяқталмаған блоктарда жаңағыдай кілтін алмағандар әлі соңғы 40-50% әлі төлеген жоқ. Бұл дегеніміз инвесторлар 20 жылдан бері 20-21 жылдың бағаларымен бұл тұрғын үйлерді сатып алып, бағасын фиксировать етіп, қазір кілт алып жатқан кезде соңғы 40-50% төлемей қайтадан сатып жатыр. Бұл проекттің бағасы шамамен 20 жылдан бері 30-40%-ға өсті. Бұл доллармен. Ал сіздің Қазақстандағы үйіңіз доллармен санап көріңіз. 20-21 жылдан бері қаншаға төмендегенің доллармен. Бұлар өсті 30-40%-ға. Және де суманың толық төлемегенін ескеретін болсақ, табысы әлдеқайда жоғары, 60-80%-ға дейін барады. Міне Дубайдың нарығы дәл осылай жұмыс істейді. Ұзақ, яғни 3-4 жыл күту керек. Бірақ тұрақты валютамен, доллармен 50%-дан жоғары табыс табуға болады. Егер қызықтыратын болса, менімен хабарласыңыз, дәл қазір сондай проекттер бар.